Ассалаумағалейкум. Бұл кітапшадағы 17-ші тақырып ол уәде. Кейінгі кездері біз берген келісімді, шартты, уәдені және сертті орындамай қаламыз. Өз басым өмірімде келісім, шартты, уәдені орындамаған күнім болды. Жаратушы Алла мені кешіре гөр. Және кімнің алдында уәдемді, келісім шартымды, сертімді орындай алмасам, Алланың разылығы үшін мені кешіре көріңдер. Өмірімде бәлкім осы уәдемді, келісімді және сертімді орындамағаннан болар бірталай қиындықтарды бас кештім. Біз көбіне бір адаммен сөз байласқанда арада куәгер болмайды. Сондықтан болар көбіне ештеңеден қайнықпай уәде, келісімді бұзушы боламыз. Алайда екі арада куәгер болмаса да, сол арада жаратушы Алла куәгер болып тұрғанын ұмытып кетеміз. Сондықтан әрбір орындалмаған келісімнің, шарттың, уәденің сұрауы бар. Бұл дүниеде немесе ақыретте. Егер де орындай алмай қалсақ келісімді, не уәдені әрқашан мәселені татулықпен шешуге болады деп ойлаймын. Өйткені жаратушы өзіне және адамдарға берген уәдені орындауға шақырады. Әйелім үшінші балама жүкті болды. Оның алдыңғылары шетінеп кеткен еді. Осы жолда ауруханаға қиын жағдайға түскен соң дұға еттім. Егер де Аллахым, сен бұл іштегі жанның дүниеге келуіне нәсіп етсең, есімін сенің сүйген құлдың атымен атап қоямын деп. Ол жылдары қиын кезең болып жатқан еді. Елдің бәрі коронавирус себебінен карантинде қамалып үйде жатты. Әйелім жүкті кезінде ең аз дегенде 7 рет ауруханаға жатқан болар. Соған қарамастан құдіретті Алла іштегі жанды сақтап дүниеге келуіне нәсіп етті. Аллаға шүкір, қыз бала дүниеге келді. Әйелім қыздың атын әкем қойсын деп сөз таластыра бастаған еді. Алайда мен Алланың алдында уәдемді орындауым тиіс едім. Сондықтан оған жол бермедім. Осылайша Алланың қалауымен қызымды Хадиша деп атап қойдым. Жаратушы әрдайым құлына сынақ жасып тұрады. Қай сәтте болсын уәдеге берік болайық.